Петр Ян қашып кетті, секіріп кетті. Мұхитты отсам, Петр Ян тартырып аламын Қазақстанға. Енді Петр Янды емайт сіздерге көрсету керек қой бойды. Халық көрсін де қызықты. Интересно же. Енді UFC-ге барып шақырам ба деп ойлап отырмын енді. Вызов. Соны айтамын, емайт бойдан бәрі секіріп жатыр. Не болып кетті деймін да. Қаната тигр қош. Қайда қаната? Мынаған сен не стоисың, Наумен, қараш. Мынаған не стоисың сен. Шапаляк саған по-любому кетеді. Иә достар, Ануарбек мотиватор сампомен ерегесіп, Мұхит Амантаевты жеңсем Петр Янды шақырам деп, оған қоса Жұман Жұмабеков, Марсель, Мұхит Амантаев және де өзі жайлы біраз нәрсе айтып кеткен болатын. Сондықтан бейнені соңына дейін қарауды ұсынамын. Сіздермен бірге төбелес арнасы. Блокирді дей берейін ба? Бір деп. Маған вызов лақтырған жігіттер кіріп отыр, жалап. Күндіз 92 адам кіріп тұр, базар жоқ. Актив нормально көтеріп тұра ғой үшін Инстаграмда. Уже 100-ден кетті. Мұнда айта беріңдер, бауырлар. Уалейкум ассалам. Рахмет. Тигр есть тигр. Магаме реванш болады. Уалейкум ассалам. Подготовка бәрі күшті. Спорт. Рахмет. Не айтайын. Илюсиновпен ба? Ой, жоқ. Кім айтты? Айнат. Не жаңалық жігіттер? Жігіттер таза салмағым, шын айтайын, мен салмақ болмайым. Мен салмағым, қазір 67 болып тұр. Первый, второй жеп аламын да, жалап алып жағамын. Соны айтамын, емайт бойдан бәрі секіріп жатыр. Не болып кетті деймін да. Енді UFC-ге барып шақырам ба деп ойлап отырмын енді. Вызов. Біршама адамдар деген запрос жібергенде, давай сөйлесейік, мына қараңдаршы. Он көрсетілмай екен. Уалейкум ассалам. Не жайында сөйлесісі келеді, мен түсінбеймін. 111 адам кіріп тұр. Осында жаза беріңдер, жігіттер. Соны айтамын, өзің біліп тұрсың ғой. Атамбаев мотивацияны деген жестко беріп жіберді ғой. Залында якобы тренировка істеп жүрген адамды алдық та рингке шығарайын деп жатырық та. Еще деген қажылыққа ма бір жаққа кетіп қалды ғой. Дато Аллахтан дұға жасайын деп тұр ғой енді. Барып дато қажылыққа кетіп қалды ғой дато. Сондай мотивация беріп жіберді екен де, бауырлар. Қаната тигр қош. Қайда қаната? Хан бірдеме жазып жібер менің подписчиктеріме. Сені кірт дейді ғой. Атырау до конца, Ержан. Группа крови бір ғой. Кәдімгі самый такой же. Оригинальный. Сол ғой. Дұға деген любой жерде қабыл ететін біледі ғой. Просто анаяқта кішкене жақынырақ болады ғой енді. Сол үшін бар. Жо, сен атақансың ба? Хан атасың ба? Зарсаматсың. Лора, врач сіздерге чейін алды. Атырауда бокс зал толып тұр ғой, бауырым. Құлсары тренерларын Тукені танимын, Туке. Самая древняя кровь дейсің ба? Базан жоқ.
Бокске ма 25 жылдай ғой примерно. Болды, все, болды. Талдыр, жігіттер, талдыр, анау деп айтпаңдар, о да біреудің әкесі ғой. О да қазақтың баласы. Кім мықты, сол отады да, иншалла. Солай жігіттер. Бірінші тренер Аманқос Қалиев. Тренер болып жасауға болады. Просто тренировка жасасам, тренировка, мына карьера бәрі қалады да, жайына. Сол үшін пока мен тренер емеспін. Жақсы бәрі аман сен жігіттер, қалай өздерінде. 11 жасынан қатыстым. Уалейкум ассалам. Рахмет. Петриян қашып кетті, секіріп кетті. Конечно, жау емес. Қазақ ешкім жау емес қой, по идее. Просто жігіттер, мен сіздерге бір нәрсені түсіндіріп кетейін да. Бойға шығады, спортқа қатысатындар, төбелеске қатысатындар, олар бәрі жау емес, олар. Просто күшпен сынасады да, болды. Кім мықты, сол отады, болды. Ол обязательно жау емес қой, жау болу емес қой. Что там надо? Запись келмесе. Қамып кетесің, запись керек қой, по-любому. Қамып кетесің ғой, ты че? Ертең дұрыстап запиське жазды, сөйші. Жұманмен сөйлесем, Алматыға жетіп алайын. Жоқ, Астана Арлансқа шыққан жоқпын. Қарақалпақ дей ма? 66-700 бойы. Трэшток үйретші дейді. Ана не ашам бір күні. Атырауға жоқ келген жоқпын. Курс ашам, курс. Курсқа қатысатын болсаңдар, личка жазыңдар. Ана менің менеджерім бар, менеджерға жазып жіберіңдер. Астанаға қашан келесің? Астанадамын ғой мен. Пока Астанада болам, жігіттер. Ардақ. Ай, Ардақ. Натуре Ардақ екенсің сенде. Рахмет. Қазақтың жігіттері бәрі мықты ғой. Уалейкум ассалам, жігіттер. Бәрі жақсы, қалай өздерінде, жақсы ма бәрі? Айтып тұрмын ғой, мына Инстаграм прямой эфирға кірмегелі 2 жыл болды деймін. 2 жыл, прикинь. 2 жылдан кейін блокировканы ашып тұр ғой. Бір залда бауырым Димаш, бір залдамын. Мұхитты отсам, Петриян тартырып оламын Қазақстанға. Енді Петриянды сіздерге көрсету керек қой бойды. Халық көрсін де қызықты. Интересно же. Короче, ол былай ғой. UFC-де төлеші ғой, например. Ода контракт болса да, ол по боксу шығалады екен. По боксу оған бой береді екен, оказывается. Күнне ма? Пока через день. Пока күн сайын, бірақ бір рет.
ардап орнап қоямыз. Марсель қашып жүр ғой менен. Кулачкіден қашып жүр ғой өзі. Рахмет. Соны нені ашты да, қайтан. Прямой эфирді ашты. Олар, мен кеттім. бір жерде бір тұрып беріп пе сен сен походу жас уважать етпейсің екен, түсініп тұрмын. Не ма? Сен деген, что там тиктокта мен саған личкаға жазам, ответ бермейсің ғой, неге? Номерді бер. да просто ответ беруге там не стоящий адамсың мен үшін болды басқа. Все, Чина связьге шықты ма саған? Чина? да Шықты. Енді сен Алматыдасың, иә? не что не істейсің ама не істей аласың сен Жоқ, енді қараш. Жоқ, енді сен не батырсың істей ғой. аласың маған істейші маған қолыңнан келген Кездесеміз ба? давай істе мен қолыңнан келген істе маған Енді сен кездесу үшін номерін бершейші енді личкада. мен саған номер бермей саған есімде болсын А? өзің тауып ал номерімді тауып ал өзің давай Жоқ, енді сен менімен кездесемін деп отырсың, сен батырсың ғой. Давай кездесейік та, енді қалай кездесемін мен сенімен? Сен смело. сен менен сен жердесің мен үстіндемін мен Жоқ, жақсы, жақсы. сен мен жолғамайсың Жақсы, ұрыспақ қояйық. жоқ ұспай ақ қой просто Спокойно сөйлесейік, давай, қара. Номер бермей. сен жердесің мен үстіндемін мен сенімен кездесу маған там как то там западлама Жоқ, сен Сампо, сен бір нәрсені түсініп тұрсың ғой. Екеуміз кездеспейді емес, кездесіп қаламыз по-любому, дұрыс. білем таумен тау жоқпыз да магнум жоққа білем Жоқ, қарашы енді кездескен жағдайда айтам да, сен заявление жазасың ба, жазбайсың ба? Айтшы маған. допустим қандай жағдайдасың да примерно Сен заявление жазып жібереді дейді ғой. Сонда әңгіме жүріп жатыр, шын ба сол? жоқ заявлениені қандай жағдайда мысалы қандай примерно қандай жағдай мысалы айтшы Жоқ, мен сенімен кездескенде по-любому мен сенің бір жерін сындырамын. Это 100%. 100%. ну смотря қай жерін сындырасың примерно Жоқ, сол кезде жазасың ба заявление? Саған сұрақ. бұл енді смотря енді қай жерін айтшы маған просто айтшы қай жерін сындырасың Жоқ, енді мен сен по-любому бірдеме қыламын ғой енді. Мен сен мынаған сен не стоисың, наумен қарашы. Мынаған не стоисың сен. Шапаляк саған по-любому кетеді.